Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен бірге үй жағдайында клубника в шоколаде жасайтын боламын. Өте арзан түседі, өте қарапайым және де тез дайын болады. Менімен бірге дайындап көріңіз. Ал бисмилля. Ол үшін алдымен біз Қазақстан шоколад, жалпы баян сұлудікі жақсы болады. Одан кейін ірі немесе орташа клубникаларды аламыз. Сосын менде алдым торт істеген болатын, содан кішкене тәтті моншақтар қалды. Және бізге шпажка қажет болады. Кокос ұнтағы, пісте ұнтағы және де ақ шоколад пайдаланамын. Сосын міндетті түрде пакет. Ал енді бірінші біз шоколадтарымызды ерітіп аламыз. Бірінші Қазақстан шоколадын 10 клубникаға шоколадтың біреуін ғана пайдаландым. Қазақстан шоколадқа сармай қосамыз, ақ шоколадқа қоспаймыз. Бұны үлкен ыдыстың ішіне су құйып, кесені салып ерітіп аламыз алдымен. Түйіршік шоколад пайдаланатын болсаңыз, аз ғана қайнатыңыз, сәл ерігеннен алып алыңыз. Сосын клубникаларымызды жуып, жуылған клубниканы осылай қағаздармен сүртіп құрғатып аламыз. Егер сулай пайдаланатын болсаңыз, онда шоколад жабыспайды. Әбден құрғатасыз. Осылайша клубникалардың бәрін құрғатып аламыз. Енді шпажкамыздың бойынан қысқа бокал болу керек бізде. Шпажканың ұзын түрін алыңыз, сондықтан кез келген стандартный бокалдарға сәйкес келетін болады. Енді бұл шпажканы клубниканың астына бекітіп саламыз да, клубниканың жапырақтарын жинақтап аламыз. Одан кейін клубниканы шоколадқа малып, барлық жеріне шоколад тиетіндей қылып, сосын төңкеріп ұстап шоколадын сырқып аламыз. Осылайша дайын болған клубникамызды ұзартқышқа, яғни морозильникке 10 минутқа қойып аламыз, шоколадты қатқанша. Мінекей барлық клубникаларымыз дайын, қатып дайын тұр. Енді оларды әдемілейміз. Мен ақ шоколадымды пакетке құйып дайындап алған болатынмын. Оның ұшын сәл ғана жіңішке қылып қиып, осылай мінекей ақ шоколадпен узорлар салып жатырмын. Өте әдемі көрінеді. Узор салғаннан кейін тағы да мұздатқышқа бір 5 минутқа қойып алсақ болады. Осылайша көңіліңіз қалағандай әрбір клубникаңызды әртүрлі қылып әсемдей берсеңіздер болады. Осы жерде айта кетейін, тұрақты менің видеоларымды көріп жүрген көрермендерім, сіздермен жақынырақ танысқым келеді. Осы видеоның астына комментарийға есіміңіз кім, жасыңыз нешеде жаза кетсеңіз, сосын келесі видеода қандай тамақ, қандай рецепті көргіңіз келеді, сол жайында ойыңызбен бөлісе кетсеңіз. Немесе рецептілерден бөлек асханаға лайфхактар, яғни ыдыс-аяқтарды қалай тиімді тазалауға болатын жайлы видеолар көргіңіз келсе, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз маған өте маңызды, ойларыңызбен санаса отырып видео түсіретін боламын. Ал егер сіз менің жаңа көрерменім болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де сонымен қатар қоңырау шанында баса кетіңіз. Бұл менің келесі шығар видеомды алғашқы болып көру үшін қажет. Мен өз каналымда әрбір отбасыға пайдасы тиетіндей күнделікті ас мәзірімен, сонымен қатар мерекелік дастархандарыңызға тәттілер, басқа ұлттардың да тағамдарын салып, каналымды өте қызықты әрі пайдалы етуге тырысамын. Сондықтан да менімен бірге дайындаңыздар. Ал міне менің шоколадты клубникаларым дайын болды. Бұны жақындарыңызға сыйлық ретінде жасасаңыз, өте керемет таптырмас сыйлық деп есептеймін. Өзіңіз үйден жасасаңыз арзан түседі, және де сонымен қатар бір үйреніп алсаңыз, алдағы уақытта қосымша табыс ретінде жасасаңыз да болады. Сондықтан үйде менімен бірге дайындап көріңіздер. Егер дайындап жатсаңыз, қалай шыққан туралы комментарийға бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.